Жұлдыз. күрделі енді мынандай түсіндірді. Жалпы бұл әдістерін айта кетіп, судың ластанудан тазартудың жолын былай түсіндіруге болады. Бірінші суды тазарту шарттары бірінші сүзгі арқылы Табақтың көзінде карандашты ашып, мусорды лақтырып. Көп жылдық шөптесі өсімдік Мана жібермеді. мынандай ауруларға өт болған кезде бүлдеп жатқан кезінде пайдаланып тұрған шай сияқты демдеп ішеді. Пайдасы бар. Бүйректе тас байланса болса, жантақ шайын ішіп, жантақтан шай әртүрлі аурулардың алдын алу мақсатында ешкі сүтін пайдалануға салынады. Ешкі сүтінің емдік қасиеті өте зор, мынадай пайдасы бар екен. Ол аллергияны жояды, экземаға қарсы қорғаушылары Нұрсұлтан мал сүйегі салада қолданылып кәсіпкері мал сүйегіне орай ұлттық тәрбие өнеге жайлы біледі. Қазақ этномәдениетін сипаттайтын өзекті ықпалдың бірі мал шаруашылығының ішінде сүйек атаулары, қасиеттері және сүйектің атаулары мен қасиеттерін
Бізде өткен тақырыпты пысықтау мақсатында сәйкестендір, яғни боялған фигурамен бөлшектерді оқушылар сәйкестендіреді. Мысалы, 12-лер үш бөлігі дегеніміз Пайыз дегенім бөлім 100-ден үстінде алу тақышты да металлургия өндірісі. Бұл нейді бар ғой 100-ден 46 пайыз түрінде. Пайызбен жазылады. Осыны ғаны бөлшекті пайызбен жазады. Сабағымыздың негізі пайызды түсінуға. Өзінің әрекші амалет пайыз тақағына ие болады. Немесе оны алса, оны бөлшектерде әр балалы пресс өзінің айрықша арнайы пайыз атауына ие болды. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелетін шаманың санының бір бөлігі, яғни 100-ден 1 дегеніміз ол 1% дегенді білдіреді. арқылы алынды. Оған 2 сұрақ дайындады. Сабақтағы жақсы түсінген 2 терминді. Тақырыбымыз табиғат ресурстары. Оқу мақсаты 2-3-4 табиғат ресурстарының қолданысын анықтау. Сабақтың мақсаты табиғат ресурстар туралы түсінеді. Табиғат ресурстарын ажыратады. Табиғат ресурстарынан алынатын заттарды орынды пайдалануға үйренеді. Мына жерде балаларға ой қозғау әдісі арқылы сұрақ қою арқылы балаларға сұрақ береміз. Кейбір балалар дұрыс жауап береді, білмей қалуы мүмкін. Содан кейін оларға жаңағы ауаның, суды, жарық өзінде жаңағы табиғи байлықтар екенін
ресурстарынан алынатын заттарды екі жеп бөліп, яғни бірінші жеке жұмыс жүргіземіз оқушылармен, одан кейін оқушылар өз ойын жазып болғаннан кейін жұптық жұмыс яғни толтырып ұмытып қалған жазбай қалған жерлер, одан кейін топтық жұмыс яғни қорытындылау соңында. Кері байланысты пойыздан старт қыламыз. Табиғат ресурстарын білдім, табиғат ресурстарын үйрендім, табиғат ресурстарын ажыраталған, енді сабақтағы көңілден тамаша берем. Осы айтсаңыздар. Аяқталмаған деген. Бұл жаңағыдай көңілден анкета ретінде Бұл жерде біз жоба жетекшілері Жылқыбаева Халида біздің жұмысымыздың өзектілігі бұл жерде адамзаттың оны еншілеске пайдалануы және топырақты мақсатымыз жергілікті халықты табиғи сапалы өніммен қамтамасыз ету. Яғни халықты қазіргі таңда көптеген адамдар осы малдың өнімдеріне тапшы. Себебі бұл мал адамның денсаулығына өте пайдалы өнім сүтін алатын болсақ, құнарлы, дәмді және осы дүниенің шуатына сүтін ашыту арқылы шуат дайындаймыз деген ұлттық құндылыққа да жатады ғой енді осы жаңағы ата ана келіп киіз басып жатса Мынау емес пе? Ашықтық кетпейді. Мынау менің атам ұсынған жаңағы патшелі деп. Сонда ол тәрбиелік деген анаға, тәрбиелік сыныптан істеген бала көзімен көрсе тіптен жақсы екен. Сосын көзімен көріп қолмен ұстаған деген. Сосын мектебіміздің сыртында біздің Басбайұлы деген ұстаз. Сол мектепте біраз жыл қызмет жасаған, басшылық қызметте болған, аудандарда да біраз жыл қызметте болған. Ұстаз енді соның
оқушылар көйлек болсын деп. Биыл ұстаздар күнінде өзімнің басқа сыныпта сабақ берген мұғалімін шақырдым. Сонда бір оқушым айтты, "Мә апай, сіз қалай онымен сияздасыз?" дейді ғой. Ол ерекше оқушылар олар деген. Иә, ол айтты, не болды білмейді, олар кезінде айта салады ойындағанда. Сонда сіз қайдан связда болдыңыз ол кісімен? Енді ол маған бірінші А әріпін үйретті ғой. Мен сол үшін ол кісіні білуім керек дейді. Ал ол сонда айтады, "Значит, я тоже не буду вас забывать" дейді ғой. Иә, орысша сөйлейтін бала да ол. Тілін 3 жасқа дейін шыққан, сол үшін мамасы логопедке орысша үйреткен. Соны орысша сөйлеген. Сөйтіп, я тогда тоже вас не буду забывать. Сол сияқты әрбір неде, кешелерде мысалы Денешов ағай екеуміз ағалар мектебін өткіздік бұл жерде жаңағы. Кеше 1 мартта алғыс айту күніне полный ата-аналармен 1 класс пен 4 класс аралығында мамасы, әжесі солай келіп алғыс айту күніне бірдеме ұйымдастырдым, бір штук отады. Сентябрьде шықтым жұмысқа мен деген. 2019 Маңғыстау гуманитарлық колледжде оқыдым. Сосын күйеуге шықтым, күйеуге шыққаннан үйде декретке алып, тағы кішкене 5 ай жұмыс жасап, тағы декретке қалып. Осы сентябрьден бастап нормаль толық осы жылы жұмыс жасап жатырмын бірінші рет. Менде көп мектепте сағатым жоқ, мен үйден оқитын оқушылар, және мектепте оқушыларға 1 сынып пен 4 сынып алғыс айту күніне ұйымдастырғаным сол. Ата-анам барлығы келді, балалар таппа, өлең, би өздері ұйымдастырған сол әртүрлі өздерінің көріністерін мамаларымен шығып өлең айтқан балдар бұл гүлім сондай тақырыпты, әртүрлі тақырыпты, ана туралы тақырыпты өздерінің несін айтты, жаңа историясын, мамасымен жаңа таппақтарын, өлеңін мамасымен бірге қосып солай не істеді, сол шықты. Менде ондай кәдімгі күшті не жоқ. Алға бола керек жоқ. деп айтып жатырмыз ғой. Мен қазір айтар едім. Бізде мен ұлттық тәрбие дегенде көбінде мені сын сағаттарында келеді ғой. Сол кезде ұлттық тәрбиені ішіндегі асығату деген сияқты ойындар болсын, ат жарыс болсын, солардың көбісін ойындарды, заттарды айтып отырамын үнемі да. Сосын көбінде наурызда кеше қыздардың барлығы көйлекпен, затпен, шашбаумен жүрді, жаңа айтып кетті ғой әріптесім. Сосын жаңа наурызда 30 күн тойладық қой. Ана күні, мына күні, соның әрқайсысына күнде бірдеме шығарып алып келіп, ана балдардың есінде бірдеме қалсын деп. Сосын жаңа салауатты өмір салты күнде жаттығу жасаудан бастаймыз. Салауатты өмір салтын оны балдар түсінсін. Кейбір балдар болады, дене киім алып келмейді, қатыспаймын мен деп. Ұнатпайды денені, білмеймін не деп. Соларға сосын жаңа өздерін бұларға бөлек алып қалып, дене не үшін керек, денені шынықтыру не үшін керек, соларды түсіндірдім. Денеге қатысқысы келмейтін бала бар, денеге қатыспайтын бала бар. Сол айтады екен. Сондықтан біз іс-шара ретінде де тәрбиені жалғастыруға болады. Әрі қарай отбасымен ынтымақтастық шеңберінде отбасы, мұғалім және